Сәлем 9 А сынып оқушылары. Сендерге арнап кішігірім лайфхакпен бөліскелі отырмын. Ол синустың, косинустың, тангенстің, котангенстің 0 градустағы, 30, 45, 60, 90 градустағы мәндерін жаттауға бір керемет лайфхак көрсеткелі тұрмын. Мен мұнда бәріне түбір қойып шықтым. Енді мен синустан бастап, 0-ден бастап 4-ке шейін жазып шығамын. 0, 1, 2, 3, 4. Ал косинусқа осыны керетпен жазам. Яғни 4-тен бастайым. 4, 3, 2, 1, 0. Енді барлығын 4-ке бөліп шығам. Бөлу 4. Косинусты да бөліп шығам 4-ке. Енді бұлардың бәрін түбірден шығарайық. Сонда қалай болады? Мына жерде 0 4-ке бөлсем 0 шығады, түбір асты 0-ден 0 шығады. Яғни синус 0-де 0-ге тең екен. Мына жерде 4-тен 1 түбірден шығаратын болсам 4-тен 2 шығады, 1-ден 1 шығады. Сонда 2-ден 1 синус 30-да 2-ден 1-ге тең болады. Мына жерде түбір асты 2 түбірден шықпайды, түбір асты 2 4-тен 2 шығады. Сонда түбір асты 2 бөлу 2 болады. Мына жерде түбір асты 3 4-тен 2 шығады. Мына жерде 4 пен 4 қысқарады да 1 түбір асты 1-ден 1 шығады. Тура осы сандар косинусты керретпен орналасады. 1 түбір асты 3 бөлу 2. Мына жерде түбір асты 2 бөлу 2, 2-ден 1 және де 0. Енді тангенс пен котангенстің оңай жолы. Біз білеміз, тангенстің ол синус бөлінген косинус. Ал котангенс ол косинус бөлінген синус. Яғни мына мәндерді бір-біріне бөліп шығамыз. 0-ді 1-ге бөлсек 0 болады, ал 1-ден 0-ге бөлуге болмайды. Сол үшін котангенсте 0-ден мәні жоқ. 2-ден 1-ді түбір асты бөлу 2-ге бөлетін болсақ, 2 мен 2 қысқарады да, мында 1 бөлінген түбір асты 3 шығады. Немесе түбір асты 3 бөлінген 3. Керісінше бөлеміз, сол кезде түбір асты 3 бөлінген 1 болады. Немесе түбір асты 3-тің өзі болады. 2 мен түбір асты 2 мен 2 екеуі бірдей, екеуін бір-біріне бөлетін болсақ 1 және де 1 шығады. Котангенс пен тангенсте 45-те екеуінде мәні 1-ге тең, екеуі тең болады. Мына жерде тура мына мәндердің керісіншесі орналасады. Мына жерде түбір асты 3 болады, мына жерде түбір асты 3 бөлінген 3 болады. Біз 1-ді 0-ге бөле алмаймыз, мынау бізде анықталмағандық болады, ал мына жерде керісінше 0-ге тең болады. Лайфхак сіздерге ұнады деп ойлаймын. Мен бұны әлеуметтік желіге салып қоятын боламын. Сіздер бұдан кейін де бұны қарап көретін боласыздар. Сіздер бұны 9-шы, 10-шы, 11-шы сыныпта қолданасыздар және де жоғары оқу орнында қолданасыздар. Сол үшін сақтап, жаттап алыңыздар.